Сәлем асылдарым, бүгін сіздермен осындай керемет әрі оңай дайындалатын французский салатын бірге дайындайтын боламыз. Ең алдымен маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Бізге керегі қайнатылған қызылша. Қызылшамызды теркадан өткізіп, алдын ала дайындап аламыз. Кейін бізге керегі қайнатылған жұмыртқа. Жұмыртқамызды ұзын-ұзын етіп турап аламыз. Кейін бізге керегі капуста. Капусталарымызды дәл видеодағыдай жіп-жіңішке майда етіп турап аламыз. Картошка фриларымызды теркадан өткізіп, қызып тұрған майда қорып, оны да алдын ала дайындап аламыз. Барлық салатқа керек заттарымыз дәл осылай дайындап, ең алдымен тарелкемізге қуырылған картошка фриларымызды, қайнатылған жұмыртқамызды, қайнатылған қызылшамызды, консервіленген жүгерлерімізді, майда етіп туралған капусталарымызды салып, дәл ортасына майонезімізді құйып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді, өте жеңіл дайындалады. Отбасыларыңызға міндетті түрде дайындап беріңіздер.